Қайтайын деп жатырмыз ба? Сен қаласың? Қалай қал? Сен қораңды тазаламапсың? Бар, тазала. Бұл мен қайтадан деген фильмнен кейін. Фильм жақсы екен, ұнады. Бір күлдіртіп, бір жылатып, ақыр соңында қуаныш сезімімен қайтып бара жатырмын. Өйткені барлық ойдағыдай аяқталды фильмде. Жақсы хэппи энд болып тұр. Сол, жақсы фильм екен. Иә. Бәріне сәлем. Бүгін 22 қыркүйек 2025. Мен бүгін жеке куәлігімді ауыстыруға барамын. 2015-те алыппын. Енді 30 қыркүйекке дейін жаңарту керек. Сол қазір мен өзімнің жеке куәлігімдегі түрімді көрсеткім келіп тұр сіздерге или сендерге. Let's go. 16 жасар айғаным. 2015 жыл. Иә. Қараңдар. Менің алдымда 24 адам бар. Сағат 11-де келдім еще. При получении старого населения подпись поставки с ним. Көрге олама суретті. Достар, мен соңынан шықтым. Міне жерден, осы жердің соңына бардым. Кезекті 1 сағат күттім. Суретке білмеймін қалай шықтым. Жақсы шыққан сияқтымын. Ан жерде сурет мен айтпақшы, осы жеке куәлікті ауыстырмас бұрын TikTokқа кіріп қарағам. Жеке куәлікті ауыстыру, меняем удостоверение деп, қалай болады деп 10 жылдың ішінде технология болып ан жерде адамдар неше түр TikToктар шықты да. Жалпы алғанда ол жерде өз-өзін суретке түсіресің, сосын өзі бірдеңе келтіреді деп ше. Сосын солай болады-ау деп ойлап барғам ғой. А оказалось, нет. 10 жыл бұрын қалай болды, соғалпы. Бірақ мен 10 жыл бұрын Жанарқада ауыстырдым. Ол жерде де бір тәтешка фотоға қатты тұрсып, «Батар қазалма, фото!» деп бір кадрға нәрсет. Нәрдегі кісі, жұмыс істейтін кісі, жақсы кісі түсті. Андай ұрыспай, бірінші кадрыншы емес, екінші кадрыншы соғалама деп, типичная девушка болып, андай мұңғырық кадр жасайым деп ойлағам. Сосын екінші кадр жасауға рұқсат берді. Өте сабырлы, өте тыныш адам екен, маған ұнады. Әрине деді, аккуратно, тактично суретке түсірді. Суретім қалай бар, солай енді. Жақсы шыққан сияқты өз ойым. Сол, мен бұрынғы жеке куәлігім өзімде қалады. Оказывается, мен ойлағам, тапсырып кетеді деп, керек емес болғанда алып қалады деп. Сол, 1 сағат, почти что 1,5 сағат кезекте отырып үлгердім. Қазір жұмысқа барам. Бәрі ойдағыдай. Мазасыз ойларымды тыныштандыру мақсатында влогтар көрдім. Өзіме ұнайтын ютуберлардың влогтарын көрдім. 1,5 сағатта кезекті күткенше. Сосын сол жердегі бір өзіме қызықты дейтін ютуберша бір кітапты оқысын деп ұсынды. Бұрыннан бері ойлап жүрген кітабым еді. Соны алам деп шештім қазір. Флипқа барам. Кітаптың атауы «Норвежский лес». Муракамидің кітабы. Білмеймін, надеюсь, маған нормально ұнайды деген үміттемін. Өйткені ол көбісіне ұнай қоймайды екен. Жанр жағынан. Ол Муракамиға кішкене менің ойымша пісу керек, дайын болу керек менталды тұрғыдан. Себебі ол кісі көп дүниені астарлап жазатын сияқты да. Соны түсінетін бір сана болу керек адамда. Сананы ол үшін дамыту керек. Сол мен қазіргі таңда санам дамыды деген үмітпен Норвежский лес алайын деп отырмын. Неге күз мезгілі менің сүйікті мезгілдерімнің бірі десеңіздер, себебі бұл деген мен өзімнің хоббиімнің нәтижелерін көрсете алатын мезгіл. Өзімді оқыған панама және де шарф. Гарри Поттер бүгін ауа райы нағыз күзді сездіртіп тұр. Бұл дегеніміз сұр бұлтты суық қаптайды аспан, сары жапырақтар, жаңбырлы ауа райы. Бәріне сәлем. Бүгін 30 қыркүйек 2025 сейсенбі.
Бүгін сол күнделікті бір влог түсірмекшімін. Құрбыларыммен бірге кешке жақын матч көруге барам ба деп отырмын. Себебі бүгін тарихи күн. Реал Мадрид және Қайрат футбол құрамалары жарысқа түседі деймін ба. Футбол алаңында өнер көрсетеді десем дұрыс болар. Сол атмосфераны түсіну мақсатында матч көруге барасың ба деген ұсыныс түсті. Сол көріп мүмкін. Атмосфераны түсіну үшін барамын ба деп тұрмын. Сондай жағдай, иә. Бәріне сәлем. Бүгін 2 қазан 2025 театр маусымы басталды. Қыркүйек айынан бері. Сол бүгін енді премьерасы болып кеткен қойылымға барам. Қыркүйекте болды, қателеспесем. Жәмиля атты қойылым. Сол менің таныстарым барған премьерасына осындай деді ғой. Сондықтан бүгін барып көру керек. Өйткені қазан айының репертуарын қараған кезде осы Жәмиля қойылымы бүгінге ғана 2 қазанға ғана белгіленіп тұр. Қалған күндері басқа қойылымдар болады. Сол кеше жай ғана кіріп қараған дұрыс болды, жақсы болды. Үлгеріп билетті алдым жақсы жерден, жақсы орыннан. Сондай міне бүгінге жоспар. Мен әрдайым әрқашан жұмыста запасной зонтик ұстаймын. Сол рахатын қазір көріп жатырмын. Қатты жаңбыр жауып тұр. Зонтигім қолда. Дәлізіп театрға бара жатырмын. Запрещают плевать. Подловила. Достар, мен автобус аялдамасына барғанша өзімнің пікіріммен бөлісім келіп тұр. Жалпы бұл Жәмиля атты қойылым драма екен. Біреу түсінер, біреу түсінбес. Кішкене андай тыңдап, жақсылап қарап, зер салып көру керек қойылым. Менің өзім жеке пікірім 26 жасар адам ретінде мен үшін бұл қойылым ауыр сияқты. Не айтқым келіп тұр? Сол жақсылап көру керек түсіну үшін. Сосын айта кететін бір жай, қойылымға қатысы жоқ. Қойылымға қатысы бар, мүмкін. Отчасти, білмеймін. Қойылым сағат кешкі 6:30-да басталды. 1 сағат 10 минуттай болды. Аяқталғанша, шыққанша қол шапалақтап шықты. 1 сағат 10 минут болды. 19:40-да аяқталды. Сахна мәдениеті мынандай. Ал театр мәдениетіне келетін болсақ, мен бүгін андай, қалай айтсам екен, қызық жағдайға тап болдым. Алғаш рет бұл мен театрға бұған дейін енді көп барам дейін, жиі де барам дейін, бірен-саран рет. Кішкене olsun барғам, 1-2 рет дейші. Бірақ сарапшы емес театр бойынша. Бірақ мен таң қалдым, достар. Осуждаю бұндайды. Вообще дұрыс емес деп есептеймін. Театрға адамдар тамақпен кірді. Мен таң қалдым, қалай деп. Ужас, мен үшін бұл шок. Ол театр мәдениеті бойынша өте дұрыс емес дүние, бейәдеп ол. Тәртіпсіздік ол. Түсінесіздер ма? Yani автобустар келіп жатыр мен пікіріме пипылдатып. Ужас. Ан жерде тамақ алып жеп, тықырла. Ужас, мен бір түрлі болдым. Актерлар түр бермейді ғой, ойнай береді өздерінің рөлдерін сомдайды ғой. Ол профессионализм. Бірақ ана ыңғайсыз жағдай. Құрметтемей ма деп қаласың, ана
әртістерді сахнада тұрған. Ол кісілер көреді ғой, өзін жұмыс істеп тұрса да сезеді, көреді барлығын. Жарайды олар істейді, бірақ жан-жағындағы театрға жиі келетін, мәдениетті түсінетін, үлкен ересек адамдарды құрметтемей тұр. Сосын мен ойладым, не деп, қызық кім мыналарды, қараңғы көрінбейді. Сосын жарайды, назар аудармайын, шыққаннан кейін көрем ғой деп. Қойылым аяқталды, светтің барлығы, жарықтың бәрі жанды. Сосын жан-жағыма қарасам, мектеп оқушылары сыныптармен келген ғой, түсінгенім бойынша ол қандай мәдени тұрғыдан, рухани тұрғыдан дамыту барысы ма, білмеймін, ұстаздармен келген ғой, мұғалімдермен. Ана жерде шыңғырып, театр мәдениеті бойынша мен қателеспесем, ойбай, соншама театр біліп қалғандыр. Бірақ менің білуімше, қазіргі уақытта тек қана қол шапалақтау, сықыру, айғала, деп қиқулатқан мүлдем дұрыс емес. Ол өйткені бір дұрыс емес, тәртіпсіздік. Бәрі ана бір далада отқандай сықырсын кеп. Сықырықтары бітпейді. Ана видеода, алдыңғы видеода аяқтал, мен тек қана қойылым барысын түсірмеймін, соның ғана түсірем. Актерлардың бәрі сахнаға шығып тағзым жасаған кезде сол кезде түсірем, болды. Сол жерде қол шапалақтау керек қой, мәдениетті түрде. Айғай шу, соның бәрі естіледі, көрген шығарсыңдар. Қарайым, үлкен балалар ма деп қалсам, кішкене мектеп оқушылары. Менің жеке пікірім және ойым, бұндай қойылым мектеп оқушыларына тым ауыр. Өйткені ол ана жерде түсіну керек, бүйтіп қарап тұрып, бүйтіп ұғыну керек, тыңдау керек, әр сөзді, әр қимылды бақылау керек, менің ойымша. Мен сөйтіп отырып қана түсіндім, ана қойылымның түсіндім деп айта аламын ба, білмеймін. Сосын бітте алар ана жерде чипсы, колаларын ішіп көріп өтті. Ужас, мен шок болдым, достар. Бір түрлі, что, ойбай, тәрбиелі, тәртіпті, мәдениетті адам ретінде айтып тұрған жоқпын, просто театрда элементарно жай адамның өзі немесе мектеп оқушылары болсын, жайды мұғалімдер түсіндіріп апару керек қой, менің ойымша. Өздерінің саналары жету керек қой. Бір-екі оқитын балаларда емес, бір ой жеткен боз балалар чипсы мен колаң рахмет айналайын деген соң ғой. Құрсы кемпір сияқты сөйлеп атқан шығармын, бірақ театрда мәдениет сақталуы міндет. Менің пікірім бұл. Ол деген бірінші кезекте адам деген өзін құрметтемей тұр, өз уақытын құрметтемей тұр, басқа адамдарды, жан-жағындағы адамдарды да құрметтемей тұр. Кинотеатрда да мүмкін бір мәдениет бар шығар, бірақ кинотеатрда қатты таңғалмайсың ғой, адамдар попкорн, чипсы әкеп, деп отыра берсе. Театрда мен бірінші рет көрдім. Жарайды, мектеп оқушылары ғой деп түсірейін десем де, бұл жерде сұрақ мұғалімдарға деп айтқым келмейді. Просто балаларда уже саналы түрде өсіп келе жатқан ұрпақ қой, түсіне қалу керек қой. Театрға баратырмыз, чипсісіне сәй, айғайына сықырғанына сәй деп кішкене ойлану керек сияқты мен ойымша. Мүмкін мені мектеп оқушылары немесе ересек адамдар театрға барайын деген, барайын деп жатқан, пожалуйста, өтініш, театрда тамақ жемеңіздер, айғайлап ху-ху-худы қойыңыздар. Ол жерде адамдар рухани тұрғыдан байғысы келеді. Ол жер бөлек әлем. Ол жерде адам тамақ ішу үшін бармайды, ол жерге адам рухани баю үшін барады. Әрі кетсе, ол актерлардың еңбегі, уақыты, фантазия, барлығын көрсету, қалай халыққа жеткізем деген әр жағында бір мақсат бар ғой сол кісілерде. Сол алдыңыздар ма құрметтеу керек сияқты, жарайды. Мен емес сын айтатын, бірақ өте дұрыс емес жағдай сияқты бүгін болған. Негативті тұрғыдан қарастырып тұрған шығар, бірақ менің ойымша тәртіп болу керек театрда, тем более вообще ондай қысқарту керек. Мен бірінші рет көріп тұрмын, бірінші рет және соңғы рет деп үміттенемін театрға барғанда, бұндай дүние көрмеймін деген үміттемін. Бұдан да мықты, күшті мәдениет саласы дамыған, күшті мықты қойылымдарға, сол жерде сол қойылымға сәйкесінше өзін ұстай алатын адамдардың ортасында жүре алам деген үміттемін. Сондай театрға бара алам деген үміттемін. Біздің де театрдың аяқта
керемет күшті. Бірақ осындай жағдай болып қалды. Енді өмір ғой, болып тұрады. Мен болмай ақ қойса екен бұндай жағдайлар. А то ұят. Вот мынау ұят енді шын. Такс. Қыркүйек аяқталды. Маған енді қазан айына bullet journal жасау керек. Сондықтан let's get started. Достар, мен массаждан кейін күшті болды прям. Арқам бәрі босап, демалып, бөлме деген бақыт болып қайтып бара жатырмын. Массаж жасаған кісі маған кеңес берді. Негізі сеанс алып 10 немесе 7 күз көктемде алу керек екен, сосын ай сайын 1 рет болсын массажға келіп тұрған дұрыс екен. Адам тек жай өзі үшін, мен үшін күшті қалым. Фан факт, мен алғашқы рет массажға баруым. Общий бүкіл арқама бәріне рахат екен. Күшті. Бәріне сәлем. Бүгін 6-шы қазан 25 жыл. Біздің кабинет өте қатты суық. Сондықтан мен осылай бүкіл маған бәрі қысқасы мына бүкіл қалың киімімді киіп, өзім тоқыған шарфты киіп, сатып алған шапканы киіп отырмын. Терезені қараңдар. Мына қабырғаның ар жағында тағы да бір кабинет бар, бірақ мына қабырғадан прям дует, суық келіп жатыр ше. Бүкіл мына жағым, аяқтарым, қолым толып отыр. Масқара суық. Хотя біз мына жерде обогреватель бәрі қосып қойдық. Отопленияны 8-ші қазанда береді дейді. Қазір түскі уақыт тақап қалды. Далаға шығамыз жылыну үшін. Өйткені дала жылы сияқты мына жерде. Рахмет. Қысқасы достар, біз серуендеп келдік. Түскі асты пайдаланып. Дала жылы ғой мына жерде, дала. Жылынып келдік қой далаға жүріп. Осы кешімге осы курткамен отыра берем ғой деймін мен. Шапка бар, дайын отырып кетейін деп отқаны. Зато жылы деп. Сонымен достар, бүгін 13-ші қазан 25 жыл, дүйсенбі. Бүгін кішкене жұмыста стрессовый күн болды. Не айтсам екен, бүгін мен өзімнің жеке куәлігімді алдым, жаңартылған нұсқасын 10 жылда ауыстырып отыру керек қой. Қазір көрсетемін, коллаж жасап үлгердім, бұрынғы жеке куәлігімді суретке түсіріп үлгергем. Сосын 16 жасар айғаным және 26 жасар айғаным. Бүгіндікке қуантатын бір жаңалық осы. Жаңартылған жеке куәлігімді алдым. Жеке куәлігімнің жаңа нұсқасын алдым. Ал ертең бұйырса қызық концерт Қарағандыда болады. Соған билетті мен бірден алғам. Рекламасын көріп, қыркүйектің басында көргем, бірден алдым. Отыратын такс алдыңғы қатар, бірінші қатар. Сол мен просто қызық концерт деп Еркебұлан Мырзабек пен Марат Оралғазинді көрдім, болды, бітті, алам дедім. Оказывается, ол жерде көптеген артистер шығады екен. Ән айтып, өнерін көрсетіп. Күшті. Жалпы алғанда мен Қызық Таймсты үзбей көретін көрермендердің қатарынанмын. Маған ұнайды Қызық Таймс. Күшті. Сол ертең влог болады. Қызық концерттен. Ол бірақ жеке бөлек болу әбден мүмкін. Себебі бұл қазір мен түсіріп жатқан лайфстайл бағытында, ал ертеңгі ол жеке концерттік влог. Сол қазір дайындалу керек, ертең киетін киім бәрін дайындап, ертерек ұйықтау керек. Сондай жоспар, күнім осылай өтті. Осындай жаңалық.